Өзге де сауалдардың жауабын төрімізге келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білмекпіз. Таныс болыңыздар. Облыстық Жасыл ел еңбек жасағының жетекшісі Серік Әбіл. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз, өсер ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің нөміріміз 279020, қала коды 7242. Бағдарлама төріне қош келдіңіз, Серік. Қош келдіңіз. 2005 жылды елбасының бастамасымен жүзеге асырыла бастаған осы Жасыл ел жастарының еңбек жасағы жұмыс жасап, осы республика көлемінде бір үлкен бір жаңаша өзгерістермен жандана түсіп жұмыс жасауда. Ал енді биылғы жылы Жасыл ел жасақтарының жұмысы несімен ерекшеленбек? Қайырлы күн. Өздеріңіз айтып өткендей Жасыл ел бағдарламасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезекті жолдауы аясында құрылған. 16 мен 29 жас аралығындағы студент жастар, оқушы жастар, жұмыссыз жүрген жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалардың бірі. Яғни маусымдық кезеңде жастарды шамалы болса да жұмыспен қамту мақсатында маусымдық кезеңде осы бағдарлама іске асады. Осы уақытқа көлеміне дейін Қызылорда облысы төңірегінде 11 мыңнан астам жас жұмыс жасаған. Осы мемлекеттік бағдарламаның мүмкіншілігін пайдаланды. Әр жыл сайын қызығушылық артатын жастардың саны артып келе жатыр. Оның ішінде аудан жастары бар, ауыл жастарының өзі де осы Жасыл ел бағдарламасын шынын айтсақ асыға күтеді. Биылғы жылда енді Алла қаласа шілде айынан жұмыс басталғалы тұр. Негізі маусым, шілде, тамыз айларында жыл сайын жұмыс басатын болатын. Биыл шамалы кешігіп жатыр. Оның кешіккен себептерінің бірі, енді көбіміз барша студент жастарын бәрі күтіп отыр ғой, осы тағатсыздан. Оның кешіккен себептерінің бірі облыстық жастар саясат мәселе басқармасының арнайы әлеуметтік тапсырыс аясында Жасыл ел бағдарламасы жарияланатын болатын. Осы жарияланып бірінші айында кешіктіріліп болып қалды. Соның екінші рет қайттан жариялап, шілде айынан Құдай қаласа басталатын болады. Енді айлық көлемі 50 мың теңге көлемінде таза әрі сарбаз жеке қолға алынатын болады. Оның ішінде тек жаңа айтып жатқанымыздай қала жастары емес, аудан жастары да жұмыспен қамтылады. Оның ішінде биылғы жылы 1035 жаста жұмыспен қамту жоспарда тұр. Оның ішінде 700-де аудан жастары жұмыс жасайды. Оның ішінде ауыл жастары айнан қарап есептеген өзінде аудан жастарының өзінде бір 100 жастан жұмыс жасайтын болады. Енді жасыл елге жастар қалай қабылданады? Басты талаптар қандай? Басты талап бізде енді қарапайым бір мемлекеттік мекеме басқа бір жұмысқа қабылданатын сияқты емес. Бұл жерде қарапайым өзінің жеке куәлігімен және жеке куәлігімен келеді, ешқандай резюме я басқа ештеңесіне келмейді. Келіп дәл қазіргі уақытта қалалық және облыстық жастар ресурсы орталықтарына тіркелу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол жаққа барып жеке куәлігімен барса болды, сол жерге барып тіркеп алады. Сосын тиісті құжаттары енді жұмыс басталатын уақыттың алдында бір күн, 2 күн бұрын шақырамыз да, арнайы келісімшартқа отырамыз, жұмысқа туралы өтінішін жаздыртамыз. Осындай құжаттарды ғана жинаймыз. Тек студенттер ғана қатыса алады ма? Жоқ, бұл студенттер емес, оқушы жастарға жеке куәлігі бар. Сосын студенттер, сонымен қатар жұмыссыз жүрген жастарда қатыса алады. Енді бір айта кететіні, бір жұмыс жасаған жас тек бір ай ғана көлемде жұмыс жасай алады. Ал көбісі айтып жатады, неге біз 2-3 ай жұмыс жасағымыз келеді деп жатады. Неге олай емес деген сияқты сұрақталып жатады. Ал бірақ бұл біз облыс бойынша 1035 жасты жұмыспен қамту жоспарда тұрғаннан кейін бір адам екінші мәрте қайта жұмыс жасай алмайды. Одан бөлек қосымша адам саны кезекте тұрады. Өйткені бір жас жұмыс жасады, келесі жасқа тағы да өз мүмкіндігін беру керек. Ал енді Серік, осы еңбек жасағында жұмыс атқаратын жастардың жас шамасына тағы да тоқталып өтсең, естімей қалған көрермендеріміз болса. Жас шамасы 16 мен 29 жас аралығындағы студент, жұмыссыз, оқушы жастар жұмыспен қамтылады. Оның ішінде мүмкіндігі шектеулі, бірақ жұмысқа жарамды жастар болса, оны да біз жұмысқа қабылдаймыз. Енді бұл жерде бір ескеретін жағдай бар. Енді 16 мен 18 жас аралығында, кәмелет жасына толмаған жастар үшін ата-анасының өзінің жазбаша өтініші болады. Мен яғни жұмыс жасауға баламды қарсы емеспін деген сияқты өтініш болу керек. Олардың енді сағат көлемінде де айырмашылық болады. Жұмыс кестесіне Жұмыс кестесі аптасына 5 күн жұмыс болатын болса, күніге мысалы 8 сағат жұмысты келісіп аламыз. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы жастар үшін 7 сағат 20 минут уақытта жұмыс жасайтын болады. Яғни 7-2 сағат. Жұмысшы сарбаздарға қойылатын қандай талаптар бар?
жұмысшы жастарға ма? Жұмысшы жастар ең әуелі енді қарапайым қаламызды тазартуға, абаттандыруға, қарапайым қолына күрегін ала білсе, одан бөлек орағын ұстай білсе, одан бөлек қарапайым қала ішіне жібереміз. Енді сол аралықта қаламыздың жұмысын тиянақты істеп жүрсе, кешікпей келіп жүрсе болды енді. Одан бөлек көбісі ойлайды да, бір жасыл ел дегенде бұл азынан кешке дейін жұмыс, басқа деп. Олайынан емес, жасыл ел бұл тек жұмыс қана емес, бұл өзінше бір достықтың бір мекені, жазғы маусымда жұмыс жасау арқылы бір көлеңкеде отырып, бір жазға бір тынығып, бір маевка сияқты өздерімен өздері ән айтып, жұмысын жасап болғаннан кейін бір демалып, өздерінше бір топ болып жиналатын жастар да бар. Ол топтарымыз тіпті жыл сайын өздері жұмыс жасағысы келеді, жыл сайын асығып күтеді, бір-бірімен байланыс жасап, енді қашан басталайын деп жатыр деп, осындай күтетін жастарымыз бар. Шынын айтсақ. Ал енді жыл сайын келетін жастар да бар ма? Әрине бар. 2 жыл, 3 жыл жұмыс жасап, жасыл елде жұмыс жасап, жасыл елдің бір ардагері атанып жатқан жастар бар енді. Олардың өзінде бізде 2 жыл, 3 жыл жұмыс жасаған жастарға қатарынан мысалы біз мысалы бірінші жылы сарбаз болса, екінші жылы командир болады, сол сияқты топ жетекшісі болады, сол сияқты жақсы жұмыс жасағандарға біз үздік сарбаз, үздік командир дейтін жыл соңында әдейі марапаттарымыз болады. Иә, сіздердің марапат кештеріне қатысамыз, сол кезде жастардың бір көкейлерінде бір сондай бір мақтаныш сезімдері кернеп тұрған байқаймыз. Жалпы енді жастардың осындай бір өзіндік пікірлері туралы бір арнайы зерттеулер жүргізесіздер ме? Әрине, енді бізде жасыл елде ең бірінші жастардың қоятын сұрағы жалақы қанша дейді, айлық қанша дейді, қанша аламыз дейді. Одан кейін күніге қанша, аптасына қанша уақыт жұмыс жасаймыз дейді. Сосын соңында барлық жастардың енді білет асыға күтетін бір несі бар. Жастар балы дейтін бізде үлкен деңгейдегі шарамыз бар, яғни қорытынды кешіміз жастар балы қашан болады деген бір сондай бір үмітпен қарайды да. Енді шын айтсақ 2014-тен бері ең бірінші рет осы Қызылорда облысында алғаш рет жастар балын ұйымдастырдық. Ол жастар балында 2014-те жұмыс жасаған аудан, ауыл жастар, қала жастарында барлығын қамту арқылы үздік жұмыс жасаған арнайы командирлерге жыл сайын табыстайтын арнайы ноутбук сыйлықтары, ұялы телефон сыйлықтары, арнайы облыс әкімдігінің атынан, арнайы жастар саясат мәселе басқармасының атынан арнайы алғыс хаттарымыз осыны табыстайтын боламыз. Енді осы сәтті асыға күтіп, жастар бір көңілді кешті өткізгісі келеді. Тек жастар балында мысалы асыға күтіп енді қыркүйек, қазан айларында жоспарланып отырмыз енді. Маусым, шілде, тамыз айларында жұмыс уақыты бітеді. Қыркүйек, қазан айында біз жоспарлаймыз арнайы қаламыздағы 500 орындық мейрамхананы келісу арқылы, жалға алу арқылы, одан кейін арнайы спонсорлар тарту арқылы осындай бір үлкен деңгейде шарамыз ұйымдастырамыз. Енді мына жұмыс орнын қалай белгілейсіздер? Жұмыс жасайтын жерді әлде біреулер шақырады ма? Жыл сайынғы дәстүр бойынша бізде жұмыс жасайтын, жұмыс беруші дейтін мекемелер бар. Олар арнайы көгалдандыру, абаттандыру жұмыстарымен айналысады. Қаламыздағы Зеленстрой дейтін мекеме бар. Одан кейін табиғат басқармасына қарасты табиғи ресурстар мекемесі бар. Табиғат мекемесі, сол мекемемен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз жыл сайын. Олар бізге жұмыс көлемін анықтап береді. Яғни былайынан айтқанда жұмыс көлемін осы уақытқа дейін бір ай көлемінде осы жерді сіздерге деген сияқты балдарға береді. Ол жерден енді бізде біріншіден келген жастарға міндетті түрде арнайы киімдерімізді табыстаймыз, жасыл елдік формуларымызды. Одан кейін қауіпсіздік ережесін таныстырамыз, қай уақытта жұмыс басталады, қандай сақтық ережелерін қолдану керек. Мысалы жазғы маусымда көбісі суға түсу, осындай нәрсе бір бала болғаннан кейін, жас болғаннан кейін қызығушылықтар болады. Осы нәрселерді алдын ала ескертіп айтамыз. Осындай сияқты қауіпсіздік ерекшеліктермен таныстырамыз. Сосын барып жұмысқа барып қосылады. Арнайы жұмыс қолбағына дейін, жұмыс кепкісін, футболка, шалбарын, кроссовкаға дейін осындай береміз. 1035 жас жұмыс жасайтын болса, 1035 жастың барлығына үлестіріліп таратылатын болады. Ал енді сіздердің сақтық ережелерін бұзған жағдайда, келісімшарттағы бір арнайы бір белгілерді бұзған жағдайда қандай шара қолданасыздар? Енді бұл жағынан жауап беруші мекеме бар, енді жұмыс беруші мекемелер өздері арнайы қадағалап отыратын болады. Арнайы тек жастардың өзін ғана жіберіп қоймай, қасына жұмыс беруші мекемелер арнайы жауапты маман болып отырады. Яғни олар жұмыс барысын қарап отырады, жұмыс тиянақты орындап жатыр ма, оны қарайды. Кейбір жастарымыз бар, мысалы жұмысты азанда, мысалы бір күндік жұмысты берсе, ол жастарымыз тұрады да,
жұмысты түске дейін бітіріп тастайды. Жұмыстарын енді балалар қатты ынтамен бәрі шұбырып жүргеннен кейін бірден бітіріп тастауға тырысады да. Одан кейін ары қарай уақытын шамалы демалып, бір-бірімен әңгіме айтып сөйтіп отыратын кездері де бар. Ал енді аптап ыстықта күннің астында жұмыс жасауына қаншалықты мән бересіздер? Енді өте жақсы сұрақ. Жыл сайында осы нәрселер қайта-қайта енді сұрақ келе тұрады. Өздеріңіз белгілеген шілде айлы таза ыстықтың бір адамға шынымен де шамалы демалмаса қатты әсер етеді. Осы тараптан енді біз арнайы мекемелермен келісеміз, жұмыс беруші мекемелер. Мысалы, азанда 9 басталатын, негізі 9 жұмыс басталатын болса, біз оны 8-де бастайтындай қылып мүмкіншіліктерін жасаймыз да. Сосын түстен кейінгі уақытын шамалы кештеу басталатындай. Именно белгілі бір уақыт, күннің қақ төгуде тұрған уақытына бір демалатындай уақыттай мүмкіншілік жасаймыз. Енді олар оны біз арнайы жасақта жүрген сарбаздармен келісу арқылы жасаймыз. Өздері ұсыныс айтады бізге, біз былайынан жасасақ қайтеді деп. Оны біз жұмыс беруші мекемелерге айтамыз да, өздерінің ыңғайына қарай уақыттарын бөліп береміз. Бұл жерде бір берілген көлемдегі жұмысты арнайы бітіріп отырса, ең басты талап. Одан кейін арнайы жұмысқа кешікпей келіп жұмысын жасап жүрсе, бізде басты талап осы болып табылады. Ал енді сұрағым ал енді жастардың арасында белсенді болып жүрген жастар да бар ғой арасында. Мысалы, сол жастардың сіздер бір арнайы бір талап тілегін, пікірлерін тыңдайсыздар ма? Қандай пікірлер айтады? Енді тағы да бір мәселеге келеді бұл жерде. Жұмыс емес, бұл жерде қосымша іс-шаралар деген. Жас ел сарбаздарының қатысуымен түрлі бағытта жыл сайын іс-шаралар бар. Ол жерде өзіңіз айтып отқандай жастардың ұсыныстарын тыңдаймыз. Ұсыныстарын тыңдау арқылы біз келесі жылғы жобаға біз ұсыныс ретінде жастар басқармасына айтамыз. Біздің жастарымыздан осы нәрсе ұсыныс болып отыр екен. Осы нәрсені біз қолға ала аламыз ба? Бұл жерде қаражаты бар, қаражатсыз да ұйымдастыратын шаралар да бар. Осы нәрселер боламыз. Одан бөлек, жұмыстан бөлек жас елдер арасында арнайы сайыстар болады. Спорттық сайыстар, ән караокеден сайыс болады. Қалалық мәдени демалыс паркіне барып, өздері концерт қойғысы келеді, бүлдіршіндерге қуаныш сыйлағысы келеді. Одан бөлек жас елдіктер қаламызда жалғыз басты, сондай тұратын үлкен қарт кісілер, аналарымыздың үйіне барып, үйін тазалық жұмыстарын жасау. Одан кейін үйіндегі ауласын сыпырып беру, арам шөптерін тазартып беру, осындай қосымша жұмыстар. Дәл жаңа осы сұрақты қойғым келіп отыр еді. Бірақ ол жұмысқа ешқандай бір ақы, қосымша ештеңе талап етпейді. Ол өздерінің азаматтық позициясы, өздерінің азаматтық ұстанымдарымен, шын ниетімен осындай нәрселер жұмыс жасайды. Одан бөлек тек мешіттерімізге көмектеседі, мешіттегі аулаларға тазалау жұмыстары, осындай жұмыстар. Мысалы, 5 күн аптасына жұмыс жасаса, сенбі, жексенбі күні осындай қосымша іс-шараларға өздері талпынады, өздерін қатыстырамыз. Түсінікті. Жалпы әлеуметтік аз қамтамасыз етілген мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа тарту мәселесі қалай? Ең басты назарда осы қойылады. Бірінші көп балалы, мысалы, үйінде тұрмысы аз қамтылған отбасылардың балаларын жұмыспен қамту ең бірінші кезек. Одан кейін мүмкіндігі шектеулі жастар, одан кейін барып жұмыссыз оқушы студент жастарды жұмыспен қамту. Енді бұл төңірегінде жыл сайын ұсыныс түседі. Аудандарда ең бірінші кеп жұмыс басталады деген уақыттан бастап 1-2 ай бұрын тіркеу жұмыстар басталып кетеді. 100 адамдан көлемінде уже бірден толып қалады. Осы тұрғыда енді біз биылдан бастап айтып жатырық аудандарда жастар ресурс орталықтарына. Енді ең біріншіден жұмыссыз жастар жұмыспен қамтылса, одан кейін көп бала отбасындағы балалардың жұмыспен қамтылса деген бірінші тиісті мәселелерді қолға аламыз. Өйткені оқушы жастардан көрі жұмыссыз жүрген жастарға шамалы көптен көп көмегі тиеді деген ойлаймыз. Одан бөлек студент жастар жаңағы көп бала отбасының балалары жұмыс жасайды. Мынандай жағдайлар болған енді. Бір жұмыс жасап, бір үйден 2-3 бала жұмыс жасайды. Жұмыс жасап болды, айлығын еңбек жалақысын алды. Одан кейін барып өзінің қыркүйек айына деген жаңағы оқу құралдарын алады, киімдерін алады. Одан кейін кісілердің уже ата-анасы келіп бізге алғысын айтып, алғысын білдіріп, рахмет балам, мен жұмыспен қамтылғандарыңа, жұмыс беріп жатқандарыңызға деп. Сол сияқты осындай жағдайларда кездеседі. Тіпті бір жағдайларда болады. Өздерінің ақшасын жинап, бір үйден мысалы 2-3 бала жұмыс жасады, ақшасын жинап,
өздерінің әке шешесіне қуаныш сыйлау мақсатында бір шипажайға жіберіп жатқан, я одан бөлек бір ұялы телефон алып беріп жатқан, мен анама бір сыйлық жасайыншы деп бір мен алмасам да өзім анама көмек көрсетейін, әкеме көмек көрсетейін деп өзім еңбек ақысынан осындай жырып бір алып беріп жататын ғана болды. Өзінің қоғамға пайдасын келтіре отырып, отбасын бақытты еткен баладан айналсын, Әрине. Жалпы анау енді жұмысшылардың қатарында, жас жұмысшылардың қатарында қыз балдар көп пе, әлде ер балдар көп деп кездеседі ме? Зерттеу жұмыстары жүргізіледі ме? Әрине, жүргізіледі. Жыл сайын біз анықтаймыз, неше ұл бала, неше қыз бала, неше студент, неше жұмыссыз, неше жұмысшы, студент жастар, оқушы жастар бар. Енді қарап отырсақ, шын мәніне келетін болсақ, қыз балдардың саны өте көп жыл сайын. Қыз балдар белсенді осы тарапқа келгенде. Осының өзінде қазір колледждерден, қаламызда Қорқыт Ата университетінен студенттер асыға күтіп отыр да. Қашан басталады деп бір андай құлшыныспен, оның өзі басым көпшілігі қыздар қауым. Егер қыз балдар тиянақты әрі жауапкершілігі мықты болады. Мен ойыма келіп отырды, мысалы, соған орай ер балдардың жұмысы бөлек, қыз балдардың жұмысы бөлек болады ма, әлде барлығына бірде бір тапсырма беріледі ме? Барлығына бірдей жұмыс, бірге ауырлығына қарай бөлмесін. Енді бұл жерде бір ескеретін жағдай, бір тас жауып, бір мұрын қанайтын ешқандай жұмыс жоқ. Арамшөптер тазартып, гүлдер отырғызып, одан кейін арық қазу жұмыстарын ер балалар жұмыс жасайды көбінесе. Бірақ енді гүл отырғызу, арамшөп жұлу деген сияқты жұмыстар. Көппен бірге жұмыс істеген білінбей кетеді. Ешқандай да үлгермей қаласың. Жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, бірінші жұмысшы болып келеді, одан кейін жаңағы қалай айтып командир, ары қарай сатылап өсе береді дейсің ғой. Сол сатылап өскеннен кейін олардың айлық жалақысы да өседі ме, сол қалыпта? Бұл жерде айлық жалақысы өспейді. Бұл жерде тек жауапкершілік. Енді ол жерден біз арнайы командир ретінде қоятын себебіміз, өткен бірінші, екінші жыл жұмыс жасағаннан кейін оның тәжірибесі болады. Шамалы болса да, өткен жұмысқа келетін балдардың әрқайсысын тиянақтап, әрқайсысына звондап отыру керек, хабарласып отыру керек. Мысалы, жұмыс көлемі орын ауысатын болса, оны міндетті түрде хабарлау керек. Осындай сияқты жұмыс аяқталды ма, оны айту керек. Бізбен екі ортада байланыс жасап отыру керек деген сияқты. Енді баста мынандай қызықтар оқиғалар болған, айтып өткендей, сарбаз болып келеді. Бұрын еш жерде жұмыс жасамаған, бұрын бір қоғам өмірге араласпаған бала келеді да бір ұялып отырады. Жасы неде жұмыс жасаған, ұялып, бір қысылып, футболкасын несін бәрін тұрып, бетін тұмшалап, жауып алып, бір ешкім көрмей қойса екен деп. Көшеде танып қалмаса екен. Талдың астына бүйтіп жаңа тығылып жұмыс жасап, ешкім көрмей қойса екен деп. Сосын кейін жинап алып айтатын болдық біз. Жігіттер, қыздар, бұл жерде бұл Жасыл ел бағдарламасы, бұл бір тазалықшы я басқа нәрсе емес, бұл көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары. Бұл біз өзіміздің елімізді тазартып жатырмыз. Өзіміздің Қазақстан жерімізді тазартып жатырмыз. Қазақ еліміз, оның ішінде өзіміздің туған жерімізді тазалап жатырмыз. Намыстанатын ештеңе жоқ. Намыстанатын ештеңе жоқ. Біз адал жұмыс жасап жатырмық біріншіден, екіншіден адал еңбек жалақыларыңызды жұмыс жасағандар үшін алып жатсыздар деген сияқты біз айтамыз. Одан кейін енді үйреніскеннен кейін шын мәнінде бір қуанып, Жасыл елдің өздерінің жұмыс жасағандарына мақтанып, одан бөлек қасындағы достарымен бірге ашылып, әңгіме айтып, баста енді кейін бір-бірімен қосылып үйленіп жатқандарда кездесіп жатады Жасыл елдің арқасында. Енді айтып жатқан сияқты Жасыл ел бұл жұмыс емес, бұл Жасыл ел достықтың мекені, Жасыл ел бұл махаббаттың мекені десек те болады. Жастар жүрген жер қашанда жалынды ғой. Негізі тамаша. Иә. Әдемі айтып келе жатыр. Сосын енді бізде осы тараптан барлық көрермендерді, бойдақтарды, барлық жастарды, студент жастар, жұмыссыз жастарды, туған өлкемізді абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарына жұмыс жасауға шақырамыз. Бізде жұмыс жасасын, біздің қаланың өзінде, биылдың өзінде 335 жасты жұмыспен қамту жоспарда тұр. Қазірдің өзінде тіркелу жұмыстары жүргізіліп жатыр әлі күнге дейін. Осы тіркелу жұмыстары осы шілде айында жұмыс жасайтындар үшін маусым айының соңына дейін жүргізіледі. Маусым айына дейін кім тіркеліп жазылып үлгереді, соларды біз шілде айына жұмысқа шығарамыз. Ал тамыз айында жұмыс жасайтындарды біз шілде айынан бастап жұмысқа тіркейміз, содан бастап тамыз айына жасайтын. Ал енді нақты жұмыс күні қай уақытта басталады? Осы маусымда? Маусымда енді маусымдық кезең тіркеліп жатыр ма, тіркеліп болды ма? Тіркеліп жатыр, тіркелу жүргізілуде. Облыстық жастар ресурстық орталығына барсаңыздар, сол жақ жағалаудағы жастарға қызмет көрсету орталығы, жастар ресурстық орталығы, осы жақта арнайы мамандар бар, тіркеп алып, тіркеу журналына жазып тіркеп отыр. Жұмыс
жұмысқа бір басталатын 2-3 күн бұрын арнайы хабарласамыз, арнайы бәрін жинап шақырамыз, жұмыс барысын түсіндіріп айтамыз, жұмысқа келу уақытын сол жерде бәрін шақырамыз. Бірақ маусымда жұмыс басталады, иә? Маусым шілде айында жұмысын бастап. Жастар саясатын қажетінше жүзеге асыру бағытында мемлекет тарапынан қандай қолдаулар бар? Басым көпшілік десек те болады. Барлық мүмкіншіліктің бәрін мемлекет тарапынан қаржысын, еңбек жалақыларын барлығын, және үстіге киетін форманың барлығын Қызылорда облысы әкімдігі, оның ішінде жастар саясаты мәселелері басқарма басшысы Қуаныш Жанұзақов мырзаға алғыс айтамыз. Жыл сайын осы жастар жұмыспен қамтылса деп ниетімізді, ұсынысымызды тыңдап, пікірімізді тыңдап отыр. Оң бағалап отыр. Оның ішінде жыл сайын әйтеуір осы балалар жұмыспен қамтылса деген ниетпен мемлекет тарапынан арнайы қаржы бөлінеді. Осы қаржыны тиісінше еңбек жалақысына, формасына, тиісті іс-шараларға үйлестіру біздің ұтып алушы қоғамдық ұйымдардың міндетіне табылады. Әрі қарай жұмысты үйлестіру. Серік, енді алдағы уақытта тағы қандай жоспарлар бар, сонымен бөлісе өтсеңіз, тікелей эфирдегі уақытымызда шектеулі болады. Енді алдағы уақытта тек жұмыспен ғана емес, жастарды уақыттан тиімді пайдалану мақсатында ерікті болуға, қоғамға қызмет етуге шақырамыз. Биылғы жылы елбасымыздың жаялығымен жастар жылы деп аталынды. Жастар жылында осы мүмкіншіліктер өте көп, тек жұмыс барысында емес, түрлі бағыттағы іс-шараларға атсалысуға шақырамыз. Оның біріне бір айта кетейік, біз өзіміз биылғы жылы мүмкіндігі шектеулі жастармен тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Оның ішінде арнайы жастарға арналған орталық қызметін аштық. Шұғыла микрорайонында, сол жақта орналасқан. Сол жақтан біз мүмкіндігі шектеулі жастарға арналған арнайы орталықта семинар ұйымдастырамыз. Арнайы ойын орталықтары бар, уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында. Одан кейін кеңес беру бар, одан кейін арнайы мүмкіндігі шектеулі жастарға өздерінің дайындалған көрме нелері болса, бұйымдары болса, біз арнайы көрме ұйымдастырып, олардың шығарылған заттарын, өздерінің жасаған заттарын біз сатуға деген көп мүмкіншілігін артамыз. Одан бөлек тек қала жастары емес, аудан емес, ауданды ауыл жастарына дейін арнайы барып, адресті түрде жұмыс жасау жоспарда тұр. Алла бұйырса, осы айдың ішінде біз әр ауданға шығып, ауылға шығып, мүмкіндігі шектеулі жастармен барып, енді өмірге құштар ерекше жандар ғой. Оларды біз барып, арнайы психолог маман бар, арнайы осы қаламыздағы белсенді болып жүрген бауырларымызды апарып, сояқтан сұхбаттасу арқылы тренингтер жүргіземіз. Осындай жоспарда тұр. Ол жандарды қоғамға араластыру керек, иә? Әрине, араластырып, қоғамнан шеттету емес, біздің қатарға қосу. Тек ол кісілер де жұмысқа жарамды болса, біздің жасыл ел еңбек жасағына келіп жұмыс жасаса да болады. Жыл сайын жұмыс жасайтын жастар бар. Мүмкіндігі шектеулі жастардың ішінде жұмысқа жарамды дейтін анықтамасы бар. Бірақ жыл сайын келеді, 2-3 бала келіп, біздің осы жасыл елдің мүмкіншілігін пайдаланады. Енді осы жерде естіп отқандар болса, келсін, біз шақырамыз. Міндетті түрде оларды бірінші орынға қойып, оларды бірінші жұмысқа қабылдайтын боламыз. Қаланың ішінде болсын, ауданда болсын. Түсінікті. Енді бүгін бағдарлама төріне табылып, мазмұнды сұрақтарымызға жауап берген үшін алғыс айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жасыл елдің қыз-жігіттері жасай берсін. Көп рахмет келдіңіз. Сіздерге де рахмет. Бүгін соңғы рет кетем өзіңнен, қимас бір сезім көрем көзіңнен. Балаған күнім әппақ арайға келгенше қайта сақта мен ойда. Уәде бер маған қайта оралғанша, күтем деп аңса
жанарталғанша уәде бер маған қайта оралғанша сүйем деп уақыт өтсе де қанша. Өзіңсіз қалай бағым жайқалар, өзіңсіз қалай жаным жай табар. Көп алаңдама жабығып күнім, оралам саған сағынып бір күн. Уәде бер маған қайта оралғанша күтем деп аңса жанарталғанша. Уәде бер маған қайта оралғанша сүйем деп уақыт өтсе де қанша. Уәде бер маған қайта оралғанша күтем деп аңса жанар талғанша. Уәде бер маған қайта оралғанша сүйем деп уақыт өтсе де қанша. Телеарнаның тікелей эфирінде жағымды жаңалықтар жаршысына айналған жаңа күн бағдарламасы. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жұлдыз, бағдарлама барысында суретке түсуді тоқтатса енді? Талант. Жалпы мен кез келген уақытты, кез келген сәтті, тіпті қазіргі уақытты болсын, мен естелік ретінде өзіме қалдырғым келеді. Жалпы сурет бұл ертеңгі күннің естелігі. Мысалы, келешекте мен осындай артқа қарай уақытты жылжытамаймын ғой. Ал осы сурет арқылы мен артқа қарай бір саяхаттап қайтамын ғой. Шегіңіз. Иә, шегіңіз. Ал бірақ та осы суретке түсудің бір өзіндік қырлары мен сырлары болады. Оны арнайы біздің әріптесіміз зерттеп қайтқан болатын. Енді осы мәліметті көрермендерге ақпараттандырсақ, иә? Құрметті көрермен. Сенде суретің бар ма осында? Жоқ, менікі жоқ, өкінішке орай. Құрметті көрермен, ендеше алдағы бейне ақпаратты тамашалай отырып, суретке қалай түсу керек екеніне мұқият назар аударыңыздар. Өміріміздегі ерекше сәттерді суретке түсіріп алғанды жөн санаймыз. Алайда көбіміз сол суреттердің бәрінде бірдей сәтті шыға бермейміз. Суретке әдемі түсу үшін фотомодель болудың қажеті шамалы. Тек қана кейбір айла әрекеттерді біліп алғаныңыз жөн. Ендеше суретке әдемі түсудің қарапайым ережелерін бірге үйренейік. Фотосурет шежіре тарих. Қас қағым сәттің қас шебері Василий Песков өткенді сол күйінде елестете алатын өнердің үлкені фото дейді. Я, фотосуретке көз жүгіртсең өткенге бір сәт ораласың. Кеудеңде сағыныш оты маздайды. Ал сол фотосуреттің сәтті шығу үшін қандай тәсілдерді ескеру керек? Қазіргі кезде адамдар фотоортты жалдауды қажет етпейді, сондықтан ұялы телефонға түскенді жөн көреді. Енді бұның да бір ерекшелігі бар. Суретке түсу үшін де адамның артқы фоны, яғни локациясы таңдаулы түрде болу керек. Сіздің артқы фоныңыздың суреттің сапалы шығуына әсер етеді біріншіден. Ол сіздің теріңіздің түсі фонмен бірдей болмау керек обязательно. Мысалы, теріңіздің түсі қара тор болса, артқы фоныңыз, яғни сіздің локацияңыз шамалы яркий
жарық цветте болу керек. Өйткені ол жұтылып кету қаупі бар, өйткені цвет адам тонымен фон түрлі түсті болған жағдайда суреттің көңіл күйі де кішкене басыңқы болады орада. Профессионалды суретке түскен кезде ескеретін жағдай адам көркі шүбірек екенінде ұмытпағаныңыз өте абзал. Шашыңыздың сәніне көңіл аударыңыз. Іс-әрекет динамикалық жайылған шаш арқылы өте жақсы көрінеді. Бірнеше сәтсіз түскен суреттерге қарап, суретке түсуден қашқақтау мүлде дұрыс емес. Суретке көп және жиі түсіп тұру қажет. Сонда өзіңізге қолайлы, сәтті кейіпті айқындайсыз және өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Суретте жақсы шығу сіздің табиғи сұлулығыңызға емес, фотосессияға деген дайындығыңызға да байланысты. Киіміңізді, аксессуарыңызды, шашыңызды қолданып, қимыл қосыңыз, түрлі эмоцияларды салыңыз. Қимылы мен сюжеті бар суреттер ерекше болатынын ұмытпаңыз. Сондай-ақ суретке ашық аспан астында таңдан не кешке күн бата түссеңіз сәтті шығады. Ал суреттегі басты назар кейіпке, яғни адамның позасына аударылады. Бәрімізге келетін ең ұтымды кейіп бір қырындап тұру. Жалпы әрбір кәсіби фотограф адамның өмірдегі бейнесі мен суреттегі бейнесі бірдей болмайтынын баса айтады. Суреттің дұрыс түсірілуі көптеген факторларға байланысты болады. Мысалға айтсақ, адамның жеке сұлулығы, киімі, көңіл күйі де тіпті иісі де өте маңызды орын алады. Камера объективіне фотографтың бұйрығынсыз қарамаңыз, себебі сіз объективке қарасаңыз, сіздің дайындығыңыз, киіміңіз, шаш үлгіңіз, дене бітіміңіз, аксессуарларыңыздың маңызды екінші қатарға түсіп қалуы мүмкін. Суретке түскенде басы тықсау да қате. Егер ер адамның суретінен оның күш-қуаты көрініп тұруы керек болса, қыздың суретінен мінезі, сұлулығы, еркелігі де байқалуы керек. Барынша жинақы болып суретке түсу керек. Сондай-ақ қолды артқа жинап тұрмау керек, өйткені ол ішкі сенімділікті арттырады. Өмір қозғалыс деп алатын болсақ, сол қозғалыстың бір ғана сәтінде адамның сұлулығын да көңіл күйін де білу үлкен өнерді талап етеді. Бүгінгі кеңестеріміз арқылы бақытты шағыңыздың естеліктерін еселей түсіңіз. Бастысы шынайы күлкі мен көтеріңкі көңіл күй мінсіз суреттің кепілі екендігін естен шығармаңыз. Қадірлі көрермен, тікелей эфирдегі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Бағдарламамызға қатысты ұсыныстарыңыз бен сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген электрондық поштамызға жолдауларыңызға болады. Сондай-ақ арнаның әрбір жаңалықтары мен телехабарларын www.қызылорда-tv.kz ресми сайтынан онлайн режимде тамашалауларыңызға әбден болады. Қадірменді көрермен, назарларыңызға салып өтейік, кезектен тыс президент сайлауына тура 2 күн уақыт қалды. Азаматтарды алдағы саяси науқанға аса жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. Әрбір дауыс маңызды. Аман сау болыңыздар.